Сәлем, достар, сендермен бірге мен қысқаша шолу. Бүгін мен Преториядан қашу деп аталатын австралиялық драмалық триллер туралы сөйлесемін. Алда спойлерлер, фильм шынайы оқиғаға негізделген. 1940 жылдардың аяғында оңтүстік Африкада үкімет апартеид деп аталатын қатаң нәсілдік сегрегация жүргізді. Бұл жүйе көбірек артықшылықтар мен жақсы жұмыс орындарын берді. Екінші жағынан, қара қауымдастыққа келіспеушілік жасалды. Оған жоғарғы таптың аудандарына кіруге тыйым салынды, тіпті қырғын ұйымдастырды. Алайда ондаған жылдар бойы езгіден кейін олар ақыры шаршады. Қара қауым Африка ұлттық партиясы немесе ант деп аталатын қозғалыс құрды. Олардың басты мақсаты нәсілдік кемсітушілікті тоқтату және үйлесімділікті елге қайтару болды. Фильмнің басты кейіпкері антта жұмыс істейтін ақ белсенді Тим Дженкин. Ол қолында екі үлкен сөмкесі бар және базарға бет алады. Ол олардың біреуін қоқыс жәшігінің жанына, ал екіншісін көліктің жанына тастайды. Содан кейін ол өзінің сыбайласы Стивен Лиге жоспарды жүзеге асыруға кірісу туралы сигнал береді. Сөмкелерде дәл қазір жаруды жоспарлап отырған жарылғыш заттар бар екен. Олар бірден жұмысқа кірісіп сөмкенің ішіндегі кейбір сымдарды қосады. Олар кетіп бара жатқанда екі жарылыс болады, бірақ олар зиянсыз. Алайда жүздеген парақшалар қарбалас халыққа шашылды. Қағазда апартеид үкіметіне қарсы үгіт-насихат хабарламалары бар. Дженкин мен Ли оқиға орнынан қашуға тырысады, бірақ көп ұзамай полицейлер оларды ұстайды. Кейінірек қудалауды күтіп, Дженкиннің әйелі оның бөлмесіне жасырынып кіріп, оған түрмеде қажет болуы мүмкін ақша береді. Содан кейін ол оған әрдайым қасында болуға уәде беріп қоштасады. Көп ұзамай Дженкин жуынатын бөлмеге барады, ақшаны темекі қорабына жасырады және оны ішіне жабыстырады. Енді ол жолында кездесетін барлық нәрселермен бетпе-бет кезуге дайын. Сот отырысында судья Дженкин мен Лиді өз нәсіліне қарсы шыққан деп ұрсады. Жаза ретінде Дженкин 12 жылға бас бостандығынан айырылды, өйткені ол бомба жасады, ал Ли сыбайласы ретінде 8 жыл алды. Келесі көріністе екеуі тек ақ қылмыскерлерге арналған атақты Претория түрмесіне ертіп барады. Бақылаушы оларды кіре берісте қарсы алады және оларға бірден сатқындар белгісін қояды. Содан кейін ол оларды қатаң түрме бастығы Менерге тапсырады. Осылайша екеуі де түрмеге қамалады, ал Менер сол жердің ережелерін түсіндіреді. Дженкин мұқият тексеріліп, автоматты торлы есіктерді, бірнеше бұрандалы қақпаларды және басқа қауіпсіздік жүйелерін байқайды. Бұл жер қол жетпейтін болып көрінеді. Біраз уақыттан кейін Менер оларды тиісті камераларға апарады. Олар торлы есікпен, содан кейін толық металл есікпен нығайтылған. Сол түні Дженкин өз ойларына еніп әрең ұйықтайды. Келесі күні таңертең таңғы ас кезінде ол Денис Голдберг есімді қариямен танысады. Денис жоғары дәрежелі саяси белсенді, ол апартеидке наразылық білдіргені үшін де тұтқынға алынды. Қазіргі уақытта ол 4 өмір бойына бас бостандығынан айырылуда. Көп ұзамай Ли оларға қосылып, үшеуі өздерінің жағдайлары туралы қызықты әңгіме бастайды. Сонымен қатар француз-австралиялық тұтқын Леонард олардың әңгімесін тыңдап отырғанын байқады. Түстен кейін жаттығу кезінде Денис жаңа достарына түрменің орналасуы туралы айтады. Биіктігі 32 фут қабырғалар, прожекторлар ауланың әр дүйімін жарықтандырады. Тікенді сым қошулар ұстарадай өткір. Ең бастысы, шатырда тәулік бойы кезекші мергендер бар. Қысқаша айтқанда, ол оларға қашуға тырыспауға кеңес береді, өйткені бұл мүмкін емес. Денис сонымен қатар бұрын көптеген адамдар түрмеден қашуға тырысқанын, бірақ бәрі сәтсіз болғанын айтады. Ол кеткеннен кейін Леонард екеуіне жақындап, Денис әрқашан жаңа тұтқындарды қашуға тырысудан бас тартатын. Алайда ол бұл өте мүмкін екенін біледі. Сонымен Леонард оларға көмектесуді ұсынады және оның орнына олардың жоспарына қосылғысы келеді. Кейінірек Дженкин ақшасы бар темекі қорабын алып, оны Дениске жасырын түрде береді. Соңғысы оны тіс пастасына жасырады. Ол ешқашан дұрыс емес қолға түспейтініне көз жеткізеді. 23 күн өтіп, олардың өмірі қалыпты бола бастады. Сол түні камерасында Дженкин сіріңке жағып, тордағы кілт саңлауына қарап, ондағы кемшілікті табуға тырысады. Күндер өтіп, Дженкин шешім табуға құмар болады. Содан кейін бір түнде ол кенеттен ойға оралады. Ол кілт саңлауының тереңдігін, сондай-ақ оның ұзындығын өлшеу үшін қағазды пайдаланады. Содан кейін Дженкин ағашты уақытша кілт жасау үшін пайдалануды жоспарлап отыр. Келесі күні жүрегінде ол бұл идеяны өзінің қылмыскерлеріне жеткізеді. Леонард бұл ешқашан жұмыс істемейді деп санайды, бірақ қалған екеуі оны солай болады деп сендіреді. Дженкин шеберханадан ағаш алуын ұсынады, бірақ алдымен бастапқы кілттерді тексеру керек.
Кейінірек асханада жігіттер өз жоспарларын жүзеге асыра бастайды. Леонард дүрбелең тудырады, және Менир тексеруге келгенде Дженкин кілттердің пішінін жақсы көреді. Осы күннен бастап ол алдыңғы аулада немесе таңертеңгі жиналыс кезінде кілттерді байқау мүмкіндігін ешқашан жіберіп алмайды. Ақырында бірнеше күндік зерттеулерден кейін ол қағазға эскиз жасай алады. 74-ші күні Дженкин шеберханадан зымпара мен ағашты ұрлайды. Ол оларды кофе термосына салып, шылдырламасы үшін бір топ киіммен толтырады. Біраз уақыттан кейін Менир барлық тұтқындардың термостарын бір-бірлеп тексеріп, олардың бірдеңе ұрлағанын біледі. Дженкинге кезек келгенде ол қорқыныштан қатып қалады, ал Менир оны бірден байқайды. Бақытымызға орай, бірнеше жақсы шайқалғаннан кейін де ол термостың ішінен күдікті ештеңе таппайды және оны босатады. Керемет қашып кеткеннен кейін Дженкин тікелей камерасына түсіп, өзінің алғашқы прототипімен жұмыс істей бастайды. Ол ағашты кесіп қырып тастайды, ақыр соңында тиісті кілт жасалды. Ол оны сынап көреді және бұл оның қуанышына орай жұмыс істейді. Бірақ Дженкин грилдің есігін ашқанда оның көрінісі кенеттен өзгереді. Оның жағында металл қақпада кілт саңылауы жоқ екен, яғни оны екінші жағынан ашуға тура келеді. Келесі күні таңертең Дженкин жағдайды достарына түсіндіреді және енді олар басқа кілт жасап, екінші қақпаны сыртынан ашудың жолын табуы керек екенін айтады. Олардың алғашқы жоспарының сәттілігіне қуанған Леонард толығымен келіседі. Келесі күндері үшеуі де сыртқы есіктегі кілт саңылауын бақылайды, ал Дженкин оның сызбасын салуға тырысады. Бақытымызға орай, бірнеше апталық ауыр жұмыстан кейін ол тағы бір ағаш кілтін сәтті жасайды. 100-ші күні ұлдар дәлізде блюш жасайды, ал айналасында қауіпсіздік жоқ. Дженкин бұл мүмкіндікті өзінің жаңа кілтін сынап көру үшін пайдаланады. Ол біріншісі сияқты жақсы емес, сондықтан оны тегіс ету үшін кесіп тастайды. Кілт сәйкес келеді және есік ашылады. Бәрі қуанышты, алайда Дженкин оны шығаруға тырысқанда ол бұзылады. Бұл ұлдар арасында дүрбелең туғызады, одан да жаманы, күзетші дәлізге жақындай бастайды. Дженкин құлыпты жабу үшін тырысады, бірақ нәтиже болмады. Ақыр соңында ол алып күзетші келгенге дейін сынған бөлікті ғана тартып алады. Келесі көріністе барлық тұтқындар өз камераларына бөлінгеннен кейін Менир жоспарлы тексеруге келеді. Ол Дженкиннің есігінің құлыпталғанын байқайды, бірақ оған көп мән бермейді және есікті жауып тастайды. Ішінде Дженкин жеңіл дем алады. 142-ші күні үшеуі де бөлмеге жиналып, сыртынан металл қақпаны қалай ашуға болатынын талқылайды. Леонард арқанды пайдалануды ұсынады, бірақ жігіттер оны бұруға болмайды деп тез бас тартады. Біраз уақыттан кейін Ли сыпырғышқа қарап, оның ойына идея келеді. Ол оны сыртқа шығарып, терезеден есікке дейінгі қашықтықты өлшей бастайды. Оған бірнеше дюйм ғана жетіспейді. Келесі күні Дженкин шеберханада болған кезде тігін машинасын байқайды. Ол өз камерасына тез кіріп, сыпырғышқа бекітетін ұқсас механизмді дамытады. Сол түні Дженкин ағаш кілтті сыпырғыштың үстіне қойып, оны сынап көреді. Жоспар жұмыс істейді, ол қақпаны сәтті ашады. Алайда ол оны шығаруға тырысқанда кілт жерге түседі. Бұл Дженкинді инфарктқа итермелейді, бірақ ол бас тартпайды. Ол сағызды сыпырғыштың жоғарғы жағына жабыстырады және оны кілтті камерасына қайтару үшін пайдаланады. Келесі күні таңертең түскі ас кезінде ол достарына екі викетті қалай ашқанын айтады. Енді Дженкин келесі қадамға өту үшін түрменің басқа жерлерін тексергісі келеді. Мұның бәрі болып жатқанда Денис олардың көзін түсірмейді. Ол тағы да Дженкинге шегінуді айтады, бірақ ол шешім қабылдады. 206-шы күн ауданның айналасында бірнеше жаңа қабырғалар салынды. Жол далаға шыққан сайын олар айналаны тексеруге тырысады. Дженкин тіпті тазалаушымен мәміле жасай алады. Ол түрменің құрылыс картасын алғысы келеді және оның орнына сабын мен темекі береді. Сауда қоқыс жәшіктерінде жүреді және бақытымызға орай Дженкин оны байқамай өткізе алады. 296-шы күн ол және Леонард түнде камераларынан сырғып кетпес бұрын төсегінде манекендер жасайды. Олар басқа торға жеткенше баспалдақпен ақырын төмен түседі. Дженкин бұл түнді алып күзетші кезекшілікте болғандықтан таңдады. Өте семіз денесінің арқасында ол баяу және жалқау. Осыған қарамастан ұлдар қобалжыды. Олар әр секунд сайын қатты терлейді. Бірақ бақытымызға орай олар алып күзетші орнынан тұрған сәтте қақпаны аша алады. Оның түнгі патрулінің уақыты келді. Оның қадамдарын естіген Дженкин мен Леонард қоймада жасырынып, есікті әрең жауып тастайды. Алып кеткеннен кейін олар шығып, өз жоспарларын орындауды жалғастырады. Дженкин тағы бір есікті аша алады, бірақ екіншісін сынап көрмес бұрын Ли жоғарғы қабатта жөтеліп, алып күзетшінің патрулін аяқтағанын білдіреді. Сонымен Дженкин мен Леонард тағы да қоймада жасырынып жүр.
Күзетші өз бөлмесіне бара жатқанда еденде тер тамшыларын байқайды, бірақ оған көп мән бермейді. Ол кеткеннен кейін ұлдар жоғарыға оралады. Камераның ішінде қорыққан Дженкин кілттерін бірнеше бөлікке бөліп, оларды шын аяқта ұстайды. Содан кейін ол жақын арада қашып, сүйікті әйелімен кездеседі деп үміттеніп ұйқыға кетеді. Келесі күні таңертең күзетші камераға кіріп, Дженкинді оятады. Соңғысы таңертеңгі дабылдан кейін ұйықтады. Ашуланған бақылаушы одан неге ұйықтағанын сұрайды, бірақ Дженкин тек кешірім сұрай алады. Сонымен оның камерасында тиісті іздеу жүргізілді. Процесс барысында оның сөресіндегі шынаяқ аударылып, кілттердің барлық ағаш бөліктері ашылады. Күзетші олардың біреуін таңдап ашуланып, бұл не деп сұрайды. Қорқыныштан қатып қалған Дженкин мұны фото ұстаушы ретінде жасағанын айтады. Бір таңқаларлығы, күзетші оны алып бөлмеден шығады, бірақ Дженкинге келесі жолы абай болуы керек. Сол түні біздің данышпан кейіпкеріміз дүрбелең шабуылына ұшырайды. Бұл оның ұйықтауын қиындатады. Дегенмен ол әрбір қиын жағдай жаңа нәрсені үйрететінін айтады. Сонымен келесі күні таңертең ол кілттерді түрменің әр түрлі жерлеріне жасыра бастайды. Мысалы, кітапханада, асханада және тіпті қоқыс жәшігінде. Бір күні ол және оның достары кір жуатын бөлмеден азаматтық киімдерді ұрлап үлгереді. Осы уақыт ішінде Дженкин инфекцияны алады деп үміттеніп тістерін тазаламайды. Бірнеше аптадан кейін ол біреуін алады, ал Менер оны дәрігерге апарғанда ол автоматты қақпаны тексереді. Бүгін Рождество қарсаңында және топ барлық қажетті дайындықтарды жасады. Бөлме ішінде олар Денис пен оның достарына өздерінің ойластырылған жоспарын ашады. Олар өтуі керек 15 есікке арналған әр түрлі пішіндер мен өлшемдердің 36 кілтін жасады. Алайда Денис оларға қосылудан бас тартады. Егер олар қашып кетсе де, олардың баратын жері болмайды деп мәлімдейді. Дегенмен ол Дженкинге тіс пастасы орамында жасырылған ақшаны қайтарады. Кейінірек бақылаушы барлық камераларды, соның ішінде Дженкиннің камерасын тексереді. Ол бәрін төңкереді, бірақ ештеңе таппайды. Кешке барлық офицерлер кеткеннен кейін Дженкин, Леонард және Ли камераларынан шығып қашу жоспарын құра бастайды. Дәлізден шықпас бұрын Дженкин соңғы рет Денистен оларға қосылғысы келетінін сұрайды, бірақ қайтадан жоқ деп жауап береді. Осыдан кейін ұлдар түрменің әр түрлі бұрыштарында жасырылған барлық кілттерді жинайды. Содан кейін олар азаматтық киімге ауысып төмен түседі. Кенеттен олар қадамдарды естиді. Бұл оларға баяу жақындап келе жатқан ал күзетші. Ұлдар тез арада қоймада жасырынып, қорқыныштан дірілдеп есікті ұстайды. Көп ұзамай күзетші келіп, есіктің сәл дірілдеп тұрғанын байқайды, бірақ оны тексеріп үлгермей тұрып, электр қуаты өшеді. Денис шамын жойып қысқа тұйықталуды тудырған екен. Содан кейін ол және басқалары оны алаңдатуға үміттеніп күзетшіні шақыра бастайды. Жоспар іске қосылып, алып күзетші құлықсыз жоғарыға қарай бет алады. Уақытты жоғалтпай, үшеуі де қоймадан шығып келесі есікке қарай жүгіреді. Топтық жұмысымен және отбасыларымен қайта қауышқысы келуімен олар есіктерді бірінен соң бірін аша алады. Автоматты қақпаның уақыты келгенде Леонард әкімшінің бөлмесіне тез кіріп, оны батырманы басу арқылы сәтті ашады. Барлығы жоспар бойынша жүреді және олар ақыр соңында соңғы есікке жетеді. Оларды еркіндіктен бөлетін есік. Алайда олардың қорқынышы бойынша кілттердің ешқайсысы жұмыс істемейді. Дүрбелең басталады. Бірнеше айлық жоспарлау мен ауыр жұмыс бір құлыптан босатылды. Дженкин оларға камераларына оралуды ұсынады, бірақ Леонард оңай бас тартуға дайын емес. Ол қашауды алып есік құлпын ұра бастайды. Бұл көп шу шығарады және Дженкин оларды ұстап алудан қорқады. Бірақ оның қуанышына орай жоспар шынымен жұмыс істейді. Леонард құлыпты бұзып үлгереді және есік ақыры ашылады. Соңғы кедергі мұнарадағы мерген. Алайда ұлдар азаматтық киім кигендіктен олар сенімді түрде шығуға бет алады. Оларды ешкім білмейді, тіпті жақын жерде біреумен сөйлескен Менер. Ұлдар қауіпсіз жерге жеткеннен кейін олар қалаға жеткенше жүгіреді. Содан кейін олар таксиге отырады және жүргізушіден оларды шекараға түсіруді сұрайды. Соңғысы алдымен екі ойлы, өйткені олар ақ түсті, бірақ Дженкин өзінің қолма-қол ақшасын алған кезде ол келіседі. Осылайша Дженкин, Леонард және Ли 1,5 жыл түрмеде отырғаннан кейін түрмеден қашып кетеді. Келесі күні таңертең Менер қашу туралы біледі және дабыл қағады, бірақ тым кеш. Ол дәрменсіз қыдырып жүргенде Денис және басқалары күле бастайды. Соңғы сахнада түрмеден қашқаннан кейін болған нақты оқиғалар ашылады. Оңтүстік Африка тарихындағы ең үлкен адам аулау басталды, бірақ қашқындар ешқашан ұсталмады. Олар Мозамбиктің, содан кейін Танзанияның және ақырында Лондонның шекарасынан өтіп, қағаға қосылып, апартеидке қарсы наразылықтарын жалғастырды.
1991 жылы 10 жылдан астам уақыттан кейін олар кешірілді. Екінші жағынан, Денис 1985 жылы ол ақыры әйелі мен балалармен қайта қауышты. Дженкинге келетін болсақ, ол ешқашан әйелімен кездескен емес, өйткені ол оңтүстік Африкаға оралған кезде қайтыс болды. 1992 жылы апартейд құлады, ал 1994 жылы ға жетекшісі Нельсон Мандела оңтүстік Африканың президенті болып сайланды.